Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Мусина Рыскүл, бүгінгі күні сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі жүргізгелі отырған тақырыбым қарсы ой пікірден өзара келісімге қалай келуге болады деп аталады. Енді қысқаша өзім туралы таныстырып кететін болсам, менің аты-жөнім Мусина Рыскүл Монтырғанқызы. Oriflame компаниясында жұмыс жасаймын 16 жылдан бері. Бүгінгі күнде Oriflame компаниясының директоры, Orange Group жобасының серіктесі, Атырау қаласында тұрамын. Мына жерде суреттерде өздеріңіз көріп отырғандай, мен өзімнің жоғары демеушілерімді, яғни ұстаздарымның суретін салып қойғанмын. Ең жоғарғы ұстаздарымыз олар Камила Владимир Полежаев деген адамдар, осы Oriflame компаниясының ең жоғарғы сатысына көтеріліп, $1 миллион табатын дәрежеге жеткен адамдар. Одан соң біздің ұстазымыз Бронислав Храпкин деген адам. Одан соң Колтун Ольга Алексей деген адамдар. Бұлар адамдардың бәрі Россиянікі. Яғни Россия елді мекенінде тұрады. Төмен жағында өздеріңіз көріп отырған мына қолдарына апельсин ұстап тұрған ол адамдар өте керемет, тамаша адамдар. Біздің ұстаздарымыз, біздің Қазақстанда, яғни Ақтөбенің адамдары қазіргі уақытта Астанада тұрады. Болат Қыдыралин, Сауле Жанабаева деген Oriflame компаниясының золотой исполнительный директорлары, яғни $30 мың табатын дәрежедегі адамдар. Сауле бұрын медакадемияны бітірген, қызыл дипломмен, кандидат медицинских наук деген атағы бар, врач, генетик болған адам қазіргі уақытта Oriflame компаниясында. Және мына Болат ағамыз біздің жеке дәстүрлі бизнесмен болған адам, қазіргі уақытта екеуі де біздің Oriflame компаниясында біздің жоғарғы демеушілеріміз, яғни ұстаздарымыз. Енді олардан соң менің өзімнің тікелей демеушім мені Oriflame компаниясына тіркеп, маған Oriflame компаниясына жол бастап, қалай ақша табуға болатынын түсіндіріп үйреткен адам ол кісі Желбаева Майраш Туғайбайқызы деген адам болған. Бірақ ол кісі қазір дүниеде жоқ болса да біздің Oriflame компаниясының жұмыс жасағанның бір жақсысы, адам қандай жетістікке жетсе де өзінің жеткен жетістігін өзінен соң ағайын тумасына, балаларына мұра ретінде қалдырып кете алады. Қазіргі уақытта 4 поколениеге шейін компания соны мұра ретінде беріп отырады екен. Қазіргі уақытта Майра апамыз дүниеде жоқ болса да, оның артынан ерген жалғыз қызы бар, Гүлзира деген. Гүлзира қазір Майра апамыз алып отырған табысының өзі жоқ болса да, сол қызы көріп, пайдасын көріп отыр. Енді мына жерде бізде Oriflame компаниясының директоры болғаннан соң банкеттерге шақырады. Мынау Атырауда, іс-шараларда, Алматыда, мына банкеттерде жоғарыда төменде түскен фотоларымыз, тобымызбен жүрген кездегі түскен фотоларымыз. Одан соң тобымызбен бірге Астанада, Атырауда әртүрлі іс-шаралардан кейін, наурызда әртүрлі кездесу болғаннан кейін, яғни кездесуден кейін түскен суреттеріміз. Мына жерде жоғарғы бірінші тұрған фотода біздің демеушілеріміз бар. Сауле, Болат ағалармен бірге түскен фотоларымыз. Енді одан кейін Oriflame компаниясында алтын директор деген деңгейге жеткеннен бастап, компания сізді шетелге шығара бастайды. Яғни мен алтын директор болып бірінші шетелге шыққан елім, ол грек елінің Афина деген қаласы, яғни спорттың астанасы, спорттық ойындардың астанасы деп атауға болады. Яғни ең бірінші түскен фотом компанияның основателі, яғни компанияны ашып отырған Роберт Афьёкник және оның баласы екеуімен бірге түскен фотом. Мынау екінші тұрған ортадағы киім киіп тұрған, әскери киім киіп тұрған адамның қасына түскен фотомыз, ол сол елдің акимиятының алдында почетный караул деген бар екен, сол смена караулы деп аталады. Яғни солардың бәрін көзбен көргенде өте керемет, өте тамаша, өте қызықты әсер алады екенсіз. Өзіңіз кәдімгідей көзбен көргенге жетпейді бәрібірде. Енді ең бірінші рет мен шетелге шыққан кезде қасымда өзімнің бизнес партнерім, өзімнің Гүлназ деген қызым, екеуміз ең бірінші рет біздің ата-бабаларымыз баспаған, ешқандай аяқтары баспаған, көрмеген, бармаған жерлеріне өзіміз ең бірінші рет барғанымызға өзіміз қатты қуандық. Одан соң мына жерде компанияның гала ұжым, яғни банкеттерінде кешке болып жатқан сол грек елінде және мына Акропольдің қасында түскен фотоларымыз. Енді одан кейін мен Oriflame компаниясының арқасында Швед еліне, яғни Стокгольм қаласына барғанбыз. Яғни Стокгольмда біздің Oriflame компаниясының отаны, яғни Oriflame компаниясының шыққан жері, ашылған жерінде болып 45 жылдық мерейтойға орай біз компанияның еңбек жұмыс жасағанымыздың арқасында компания бізді солай қыдыртып түрік елі арқылы, яғни Стамбул арқылы Швед еліне алып барды. Мынау сол жерлерден көріністер. Яғни енді мен бүгінгі өткізгелі отырған тақырыбым қарсы ой пікір дегеніміз не деген тақырыпта өтпек. Яғни былай айтқанда қарсы ой пікір дегеніміз
адамдардың көбінесе сенбеушілігі мен күмәндануының бәрі біздің бизнесіміздің басқа дәстүрлі бизнестермен салыстырғанда ерекшелігінен туындайды. Себебі көбінесе адамдарда қарсы ой пікір жүйелі маркетинг туралы объективті білімінің болмағандығының кесірінен туындайтын нәрселер. Негізінде қарсы ой пікір дегеніміз олар жасырын тұрған сұрақтар. Іскерлік кездесу жасағаннан кейін ол адамға түгелдей бұл бизнесте жетістікке жету үшін не істеу керек, қалай істеу керек тігін толықтай түсіндіріп болғаннан кейін сіз кандидатыңыздан сұрайсыз, менің ұсынысым туралы сіз не ойлайсыз, сізге ұнады ма, қандай ойда отырсыз деген кезде ол адам сізге өзінің ойын айта бастайды. Сол кезде сіздің кандидатыңыз MLM жөнінде қандай ой пікір қалыптасып отырғанын және біздің бизнесіміздің қай жерінде дұрыс түсінбеген жерлері бар екенін және ол адам өзін бұл бизнеспен қалай елестете алатындығын айта бастайды. Кандидатыңыздың қарсы ой пікірін, жасырын сұрақтарын дұрыстап тыңдап, туындаған қарсы пікірлеріне біздің толықтай жауап беруіміз қажет. Яғни сіздің алдыңызда келіп отырған кандидатыңыз сізге айтатын қарсы ой пікірін сенімсіз немесе сенімді, жай немесе қатты, үзілді кесілді, не болмаса ойланып, не болмаса ойланбай айтуы мүмкін. Бірақ оның бәрі маңызды емес. Себебі әрбір адам өзінің білім деңгейіне, тәлім тәрбиесіне байланысты өз көзқарасын әртүрлі деңгейде жеткізеді. Маңыздысы біз сол адамның айтып отырған қарсы ой пікірінің астарында қандай жасырын сұрақ бар екенін анықтап біліп, сол сұрағына толықтай жауап беруіміз керек. Білікті маман ретінде толықтай дұрыстап жауап беру үшін сіз кандидатыңыздан сіздің ұсынысыңыз туралы не ойлайтынын сұрағаннан соң бірнеше қадамдар бар. Соны сіздерге қазір айтып кеткім келіп отыр. Яғни бірінші қадам бүкіл назарыңызды сол адамға аудару қажет. Сіз үшін ол адам сіздің ұсынысыңыз туралы не ойлайтынын, қандай сұрақтары бар екенін білу үшін ол адамға толықтай өз ойын айтып жеткізуге мүмкіндік беріңіз. Сіз ол адам бір нәрсе бастап айтып отырған кезде сіз мен түсіндім сізді, былай деп айтқыңыз келіп отыр деп ары қарай өзіңіз алып жалғастырып кетуге болмайды. Себебі неге десеңіз, сіз ол адам мүмкін басқа бір нәрсені айтқысы келген болар, сіз басқаша деп ойлап манағыдай жалғастырып алып кетуі мүмкін, яғни сіз қателесіп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан ол адамға өз ойын толықтай сізге жеткізуге мүмкіндік беріңіз. Екінші қадам, адамның айтқан қарсы ой пікіріне сыйластықпен қараңыз. Тіпті бір адамдарға бір нәрсені қайта сізге бір күндікке бірнеше рет сұрақ қоя беретін болса, сіз үшінші рет немесе бесінші рет сұрап тұрса, сол айтып отырған нәрсесін, сіз сол адамға үшінші рет немесе бесінші рет дұрыстап, сыйластықпен қарап, түсінушілікпен қарап, дұрыстап толықтай жауап ренжімей, яғни толықтай жауап беруіміз керек. Себебі неге десеңіз, сол адамға және именно дәл сол сұрақ оған түсініксіз болып тұр, сондықтан ол адам сізден сол сұрақты қайта айта қойып, яғни сізден үшінші рет немесе бесінші рет қайта сұрап тұр. Ол кісіге үшінші рет не бесінші рет толықтай жауап бергеннен кейін ол адамның өзі сізге риза болып, яғни мә таң атқа айтып отырған нәрсені мен қалай түсінбей отырмын деген ойға келіп өзі түсінетін деңгейге жетеді. Яғни үшінші қадам, айтылған қарсы ой пікірдің астында қандай сұрақ бар екенін түсінуіміз керек. Яғни қандай ой сұрақтар бар екенін, қандай жасырын сұрақтар бар екенін, қандай көбінесе жиі кездесетін қарсы ой пікірлер болатын, яғни келесі тақырыптарда, яғни сұрақтар және жауаптар, қарсы ой пікірлер деген тақырыпта толықтай түсіне аласыздар. Сол жерде мен сіздерге толықтай соның бәрін түсіндіріп айтып беремін. Төртінші қадам, өзіңізді сол адамның орнына қойып көріңіз. Сол адамның жасырын сұрағына жауап беріңіз. Ол адамның жасырын сұрағына толықтай жауап беру, айтылған қарсы ой пікірден қандай жасырын сұрақ бар екенін біліп отырған кезде сізге жауап беру қиынға соқпайды. Шындығында біз өзімізде бәрімізде осы бизнесті жаңадан бастаған кезімізде бүкіл адамда кездесетін қарсы ой пікірдің бәрінен өзімізде өтіп шығамыз. Сондықтан жаңадан келген адамның орнына өзіңізді қою қиынға соқпауы қиын болмайтын болады деп ойлаймын. Мысалы, маған келіп отырған адам былай деп сұрауы мүмкін. Бұл бизнесте мен адамдарға жалынып қайта айтып, ол адам артынан қалмай жүгіріп жүруім керек, ал мен олай жасағым келмейді, мен олай жасай алмаймын. Сол кезде менің айтар жауабым, сіз білесіз бе, мен сізбен түсінемін, мен сізбен толықтай келісемін. Себебі бұл бизнесті бастаған кезде мен де солай екен деп ойлағанмын. Бірақ тереңірек түсіне келе, мен бұлай жасаудың қажеті жоқтығын, тіпті керісінше олай жасауға болмайтындығын түсіндім. Неліктен екенін түсіндіріп кетеміз осы жерде. Себебі бұл бизнесте адамдарға дұрыс ақпарат беріп, ақшаны қалай табуға болатындығын түсіндіре білу керек, және адамның қойған сұрақтарына дұрыс жауап бере білу керек.
керісінше мен адамдарға жалынып артынан қалмай жүрмеу керектігін түсінген кезден бастап мен жақсы жетістікке жете бастадым деп айта аламын. Яғни келесі қадам, 5-ші қадам, құптау алу. Қойылған сұрақтарға жауап бергеннен соң сіздің сөздеріңізді ол адам дұрыс түсінгеніне көз жеткізуіңіз керек. Солай емес пе, дұрыс па, сіз менімен келісесіз ғой деген сияқты сұрақтармен құптау алып отыру керек, өз сөзіңізге құптау алып отыру керек. Мысалы, біздің елімізде жұмыссыз жүрген, жақсы жұмыс іздеп жүрген адамдар көп қой. Сіз менімен келісесіз ғой? Иә, келісемін деген жауап айтады әрине адам. Немесе кез келген әйел адам қаншалықты өмірі қиын болса да, қандай да болсын косметика пайдаланады. Солай емес пе? Иә, солай деген мысалы жауап аламыз ғой. Немесе кез келген адам өз ең аз дегенде тіс пастасын, сусабындарды пайдаланып, тісін, денесін, басын жуады. Дұрыс емес пе? Сіз менімен келісесіз ғой деген сияқты өз сөздерімізге ол адамнан құптау алып отыруымыз керек. Яғни 6-шы қадам. Адамға өзі таңдауға мүмкіндік беріңіз. Ол дегеніміз, мысалы кездесудің соңына қарай сіз адамның бүкіл қарсы ой пікірлері аяқталды, бүкіл ой пікірлеріне, сұрақтарына түгелдей сіз толықтай жауап бердіңіз. Ол адам бәрін түсініп отыр. Сол кезде адам шешім қабылдау керек. Яғни бүкіл ақпаратты алып бәрін түсініп отырса да, көптеген адамдар шешім қабылдай алмай қиналып отырады. Яғни сол кезде адамға таңдау мүмкіншілігін беруіңіз керек. Сонда ол адамға да, яғни шешім қабылдауға оңай болады. Мысалы, 2 түрлі жолы бар. Мысалы, сіз бұл бизнесті қосымша табыс көзі ретінде қабылдауыңызға болады, біріншісі. Екіншісі, немесе тікелей осы менің күнделікті жасайтын өзімнің еңбекқорлығымның арқасында болашақта жақсы жетістікке жететін өзімнің жеке бизнесім деп қарауыңызға болады. Қайсысы сізге ұнайды? Яғни ақырында адам бірінші немесе екіншісі деп таңдаса да, сіз үшін ол адам иә деген жауап беріп, сіздің тобыңызға қосылады. Ары қарай сіз ол адаммен жұмыс жасай бастайсыз. Енді мына жерде алдыңызда тұрған суреттегідей, сіздің қарсы пікіріңіз бар ма? Біздің сізге айтар жауабымыз бар. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, бүкіл түгелдей қарсы ой пікірлер және жасырын сұрақтар қандай жауаптары бар екендігін түгелдей қазір жеке талқылап шығатын боламыз. Кейбір адамдар айтады, қазір емес, қымбат, бұл өтірік, ойланып көрейін. Мысалы, соңғы ойланып көрейін деген сөзге жауап беретін болсақ, мысалы, ойланып көрейін деп айтқан адамға сіз айтуыңызға болады. Сіз ойланып көргенде бір нәрсе түсінбей отырсыз ба? Түсінбесеңіз, сіз менен сұраңыз, мен сізге толықтай түсіндіріп жіберейін. Не болмаса сіз ойланып көрейін дегенде біреумен ақылдасқыңыз келіп отыр ма? Ақылдасқыңыз келіп отырған адам осы қазіргі сіз естіген яғни ақпаратты естіді ме? Естіген жоқ. Қалай ойлайсыз, ол адам сізге иә деп айтуы мүмкін бе, не болмаса жоқ, жасама, керек емес деп айтуы мүмкін бе деп өзіңіз ойланып қараңыз деп манағыдай адамға сұрақ қою керек. Егер де сіз манағы бір нәрсені жақсы үйренгіңіз келетін болса, тамақты мысалға жақсы пісіруді үйренгіңіз келетін болса, яғни сіз тамақты жақсы пісіретін адамнан ақыл кеңес сұрайсыз ғой. Не болмаса бір нәрсені жақсы іс тігуді үйренгіңіз келетін болса, істі жақсы тігетін адамнан қалай болады деп үйренесіз ғой мысалы да. Сол сияқты әр саланың өзінің маманы болады. Яғни сіз сол салада жетістікке жету үшін сол салада жетістікке жеткен адамдармен керісінше ақылдасып, солардан ақыл кеңес сұрасаңыз, сіз де сол адам жеткен жетістікке жете аласыз деп жауап бергеніміз дұрыс болар. Қарсы пікірдің туындауының 3 себебі бар. Біріншісі, адам өзінің үйренген қызметінің түрін өзгерткісі келмейді. Екіншісі, өзінің адам жетістікке жете алатынына сенбейді. Үшіншісі, бизнес туралы дұрыс емес қалыптасқан көзқарастың кесірінен болады. Стандартты мәміленің жабу схемасы деп мына жерде жаздық. Яғни бұл жерде мысалы сіз бір тұрмыстық техника қажет болып, сіз бір үлкен дүкенге бардыңыз делік. Яғни сол дүкенге барған кезде керек нәрсеңізді іздеп ішке кірген кезде сіздің алдыңызда сатушы шығып, сізбен танысып, яғни сіздің қажеттілігіңізді анықтайды. Яғни не іздеп жүргеніңізді, қандай нәрсе керек болып тұрғанын анықтайды. Сол кезде сіз өзіңізге қандай нәрсе керектігін айтып түсіндірген кезде, ол адам сатушы өзінде не бар нәрсені, сол дүкенде бар нәрсені сізге ұсына бастайды. Ұсынған кезде сізге бір жері ұнауы мүмкін, бір жері ұнамауы мүмкін, сіздің қарсылықтарыңыз, әртүрлі ой пікірлеріңіз болуы мүмкін. Сіз сол нәрсені айтқан кезде, ол сатушы сіздің қарсылықтарыңызбен жұмыс жасайды. Яғни соңында мәміле жабылады, яғни сіз сол керек ұсынған нәрсені алып кетесіз, өзіңізге ұнатып, не болмаса алмай кетесіз. Ал егер де біздің бизнеспен салыстырып қарайтын болсақ, қарсы ой пікірлермен жұмыс жасау схемасы, ол дегеніміз мысалы адамға түгелдей толықтай ақпарат бергеннен кейін адамның не ойлайтындығы туралы сұраған кезде адамның қарсы ой пікірін туындайды. Яғни біз соны
ол адам сонысын айтады, ал өз ой пікірін айта бастайды. Сол кезде біздің міндетіміз мұқият тыңдаймыз, ол адаммен келісеміз айтқан сөзіне, яғни ол адамды өзімізді сол адамның орнына қойып көреміз. Яғни егер түсініксіз болып жатса қосымша нақтылап сұрақ қоямыз, және ол одан кейін берген жауабын толықтай мұқият тыңдаймыз, соңында дәлел келтіре толықтай жауап береміз. Яғни қарсы ой пікірлердің бірнеше түрі бар. Яғни олардың бәрін мен әртүрлі көбірек кездесетін түрлерін мына жерде бөліп шығарып қойғанбыз. Яғни белгілер салып қойдық қасына. Яғни бірінші белгі мысалы қ деген сөз қарсы ой пікірлер. Ж деген жасырын сұрақтар. Қ деген сөз ол қосымша сұрақ, Ж деген жауап, К деген комментарий деген мағына білдіреді. Яғни ең бірінші өте көп кездесетін қарсы ой пікірдің біріншісі менің уақытым жоқ. Жасырын сұрақ бұл жерде тұрған, егер мен таңертеңнен кешке дейін жұмыста болып, еш бос уақытым болмаса да, мен осы бизнесті бастасам жетістікке жете аламын ба деген жасырын сұрақ бар бұл жерде. Қосымша сұрақ біз ол адамға қоямыз. Айтыңызшы, өз өміріңізді жақсарту үшін күніне 2 сағат уақыт таба аласыз ба? 2 сағат уақыт адам не теледидар қарайды, не блог отырады, не интернетті қарайды, мысалы телефонмен я басқа. Яғни адамнан иә олардың таныстары мүлдем басқа адамдар. Яғни олардың көп тапсырысы бұл бизнесте жетістікке жету үшін менің сауда жасауға деген ерекше қабілет сізбен қажет сіздің таныстарыңызға өз тобын жалғастыруға ерекше қабілетіңіз болудың қажеті жоқ. Ол адамдар біріншіден компанияға өнімді қалай пайдалану керек екендігін компания білуіміз керек бәрімізде. Ол үшін әдейі өнімдер туралы келесі үшінші қарсыға қатысу керек. Екіншіден болуымыз қажет. Себебі адамдармен тапсырыс қабылдаған кезде біз әдемілік жөнінде кеңесші болып есептелеміз. Яғни адамға қай жағы тиімді болатындығын толықтай дұрыстап түсіндіріп айтып тұратын болсаңыз, ол адам сіздің клиентіңіз болып, яғни сізбен бірге жұмыс жасауға қуана дайын болып тұрады. Қазіргі уақытта өзін сыйлайтын көптеген адамдардың жеке адвокаты, жеке жанұялық дәрігері және жеке әдемілік жөнінде кеңесшісі болады. Бұл көбінесе әйел адамдарда. Көңіл аударып қарасаңыз, біздің каталогтердің ішінде ер адамдарға да, әйел адамдарға да, балаларға да арналған өнімдер бар.
яғни басымыздан бастап аяғымызға дейінгі керемет күтімді біздің Oriflame компаниясының каталогтарынан таба аласыз. Өте жоғары сапалы өнімдерді қолжетімді бағамен сатып алуға болатын мүмкіндік. Егер сіздің мақсатыңыз адамға шын жүректен көмектесу, оған керекті және ұнайтын өнімдерді дұрыстап таңдап беру болатын болса, онда ол адам өнімдерді тек қана сізден сатып алатын болады. Тек қана сізді күтіп отыратын болады. Өнімдер туралы біліміңізді көбейте беріңіз. Сонда сіздің клиентіңіз де, тапсырысыңыз да, ақшаңыз да көп болады деп айтуымызға болады. Яғни келесі, төртінші қарсы ой пікір адамда туындайтын. Бізде елде халықтың ақшасы жоқ, ешкім өнімдерді сатып ала алмайды. Яғни мана қымбат деген неден сөзден, мысалы қарсы ой пікірден шығады да. Жасырын сұрақ. Сіздің компанияның өнімдері халық арасында қаншалықты жақсы сұранысқа ие деп сұрағыңыз келіп отыр ғой. Жарайды, мен сізге жауап берейін деп айтуымызға болады. Алдымен біздің кеңесшілердің қаншаға тапсырыс жасайтындығын распечаткадан қарауға болады. Яғни бізде распечатка дейтін болады. Яғни әрбір кеңесшінің ол жерде бүкіл тіркелген Oriflame, сіздің тобыңызға тіркелген бүкіл Oriflame компаниясының кеңесшілерінің бәрінің тізімі тұрады, және сол жерде қай кеңесші қаншаға сауда жасап отырғанын көріп отыруға болатын тікелей распечатка, да, яғни сол жерден кімнің қаншалықты сауда жасап отырғанын көрсетуге болады. Содан соң мен сізге бұл тапсырыстың қайдан келетінін айтып түсіндірейін дейсіз. Ал енді шынында біздің еліміздің жағдайы қалай екенін есептеп көрейік. Шамамен 20% халық, олар ортадан жоғары және тұрмысы жақсы адамдар болып есептелінеді екен. 10% халық, олар өте қиын материалдық жағдайда екен біздің елімізде. 70% халық, олар орташа деңгейде өмір сүретін адамдар екен. Яғни әрине Франциядағы орташа табыс пен Қазақстандағы орташа табысты салыстыра алмаймыз. Сондықтан біздің Франциядағы кеңесшілеріміз 500-600 долларға сауда жасайтын болса, Қазақстандағы орта есеппен $100 сауда жасалуы керек. Сонымен біздің елде кімдер біздің өнімді сатып ала алады? Олар ортадан жоғары жағдайы жақсы адамдар, яғни мана 20% халық, және тұрмысы орта адамдардың көптеген бөлігі, бәрін болмаса да жайлап өзіне керектігін сатып ала алатын мүмкіншілігі бар. Яғни ол 70%-ді құрайды. Екеуін қосатын болсақ, яғни 90% адам өзіне қажетті біздің жоғары сапалы өнімдерді сатып ала алатын мүмкіншілігі бар екен біздің елімізде. Бесінші қарсы ой пікір. Бұл жерде жұмыс жасау үшін таныстарының саны көп болу керек. Жасырын сұрақ. Егер менің таныстарым аз болса, мен бұл бизнесте жетістікке жете аламын ба? Жауап. Иә, жетістікке жете аласыз. Тіпті 3-4 танысыңызды тіркеген болсаңыз, ол таныстарыңыздың да 3-4 танысы бар. Яғни сонда барлығы сіздің командаңызда 12-20 адамнан тұратын тобыңыз пайда болады. Қазір бір жақсысы көмекке интернет те бар. Егер шақырған адамдарыңызды дұрыстап үйрететін болсаңыз, онда сіздің еңбекақыңыз $50-100 құрайтын болады. 6-шы қарсы ой пікір. Сен жақсы әдемі сөйлейсің, мен сен сияқты айтып түсіндіре алмаймын деген қарсы ой пікір болады. Жауап. Біздің бизнесте бастысы білімің болуы керек. Қашан және қай жерде не айту керек екенін, жетістікке жету үшін қай жерде қалай не жасау керек екенін білуіңіз керек. Мысалы, математика пәнінің мұғаліміне интегралды есептеу үшін қызыл әдеби тіл керек пе? Қалай ойлайсыздар? Алдымен сіз бұл бизнесте жетістікке жету үшін не жасау керектігін үйренесіз. Одан соң сіз сол үйренген нәрсеңізді өзіңіздің тобыңыздағы адамдарға үйретесіз. Сіз артық еш нәрсе айтпайсыз, тек қана өз білген нәрсеңізді ғана үйретіп, айтып түсіндіріп отырасыз. 7-ші қарсы ой пікір. Бұл жерде адам өзіне сенімді болу керек. Жауап. Қай салада болмасын, адамның өз өзіне деген сенімділігі білімінің артуымен және тәжірибесінің көбеюінің арқасында келеді. Сіз бұл бизнесте жетістікке жету үшін бәрін үйреніп, қашан қай жерде не жасау керектігін дәл біліп тұрған кезде, сіздің өз-өзіңізге сенімді бола бастайсыз. Сіздің өзіңізге деген сенімділігіңіз арта бастайды. Сіз кәсіби білікті маман болған сайын сіздің жетістіктеріңіз де нәтижелі бола бастайды. Соған байланысты сіздің өзіңізге деген сенімділігіңіз де арта береді. Мысалы, былай айтатын болсақ, хирург. Мысалы, сіз хирургқа барып тұрсыз. Хирург егерде жаңадан оқып жүргенде болмаса, кейбір өзіне сенімсіз, қалай кессем екен, тіке кессем екен, қисық кессем екен, қалай жапсам екен, тіксем екен деп мысалы тұратын хирургтың бөлмесіне әрине сіз барғыңыз келмейді. Солай емес пе? Тіс дәрігері немесе ешқандай өз-өзіне сенімсіз тіс дәрігері мына тістің қайсысын жұлсам екен, бергісі ма, арғысы ма, қайсысы ауырып тұр екен деп өз-өзіне сенімсіз дәрігер болса, тіс дәрігер, сіз ондай дәрігердің алдынан барғыңыз келмес еді. Не болмаса жүргізуші.
не мысалы таксиде оқыдыңыз, таксиге міндіңіз, таксиде отырған адам өз-өзіне сенімсіз, қалай бұрыларын білмей, рульді ұстарын білмей, қалай машинаны жүргізерін білмей, яғни көлікті жүргізерін білмей отырса, әрине сіз ондай адамның қасында отырғыңыз келмес еді. Сол сияқты пилот, ол самолет тем более, да. Сондықтан, яғни әрбір нәрседе, әрбір салада адам білімі артқан сайын, манағы өмірлік сол саладағы тәжірибесі артқан сайын адам өз-өзіне сенімділігі де арта береді. 8-ші қарсы ой пікір. Бұл жерде көпшіл ортаға тез араласқыш адам болу керек, ал мен ондай емеспін деген адамдар болады. Мен адамдармен көп араласа бермеймін, көп ондай сөзге жоқпын дейтін адамдар болады. Яғни жауап, адам немен айналысып, қандай салада жұмыс жасауына байланысты, адам негізі адамдармен аз немесе көп араласқыш болып келеді. Бір нәрсені дәл айта аламын. Бұл бизнеспен айналысатын болсаңыз, сіз көпшіл жақсы қарым-қатынас ұстай білетін адамға айнала бастайсыз. Бастапқыда сіз жайлап таныстарыңызбен әңгімелесесіз. Одан соң таныстарыңыздың таныстарымен, одан соң танымайтын адамдармен де ортақ әңгіме тауып жақсы қарым-қатынас ұстай алатын адамға айнала бастайсыз. Ол адамдар да сіздің достарыңызға айнала бастайды, яғни сіздің достарыңыз бола бастайды. Себебі бәріңіздің ортақ мақсат, арман біріктіреді. Сөйтіп сіз көпшіл адам боласыз. 9-шы қарсы ой пікір. Бұл пирамида. Қарсы сұрақ. Мысалы, сіз өзіңіз қай жерде жұмыс жасайсыз деп сұрауыңызға болады. Ол адам сізге айтуы мүмкін, мен мұғалім болып жұмыс жасаймын. Сіздің жасайтын жеріңізде пирамида деп айта аламыз. Себебі неге десеңіз, мектептің басшылығында мысалы директор, одан соң завуч, одан соң мұғалімдер, одан соң оқушылар, одан соң ата-аналар. Форма, яғни пирамида болып тұрады. Яғни өмірде бүкіл мекеменің бәрі де пирамида формасында салынған. Соның ішінде мектепте, армияда, религияда, кез келген өндірісте пирамида формасында. Бірақ сіздің сұрағыңыз келгені бұл бизнеспен, мысалы MMM Invest сияқты алаяқтық фирмалардан қандай айырмашылығы бар деп сұрап отырсыз ғой деп адамнан айтамыз. Яғни жауап. Бүкіл елде, батыста да, Еуропада да MMM Invest сияқты пирамидалар алаяқтық қылмыстық құқық бұзушылар болып есептеліп, қудаланып, заңмен жазаланады. Ал жүйелі маркетинг бизнесі бүкіл дүние жүзінде ресми түрде белгіленген бизнес. Сонымен айырмашылығы неде? Алаяқтық фирмалар адамдардан ақша жинап алады да, бас айналдырарлық пайызға қарық боласыңдар деп уәде береді. Бірақ ол пайыздарын уақытында қайтарып бере алмайды. Сондықтан ондай фирмалар көпке бармай өз пайдасын көргеннен соң жабылады да, бірнеше мыңдаған адам пайыз түгілі өзінің салған ақшасын кері қайтарып ала алмай қалады. Ал жүйелі маркетинг болса, бұл жерде тауар айналымы жүреді. Яғни адам өз ақшасына өнім сатып алады және өз тобының жасаған тауар айналымынан белгіленген пайызын алып отырады. Сондықтан өзіңіз көріп отырғандай, жүйелі бизнес ол мінсіз, адал, ресми бизнес. Кім қаншалықты қанша жұмыс жасаса, соншалықты еңбек ақысын алады. Және пирамидалық формасынан басқа алаяқтық фирмаларға ешқандай қатысы жоқ. 10-шы қарсы ой пікір. Менің көршім осы бизнеспен айналысып еді, ештеңе шығара алмады. Жасырын сұрақ, неліктен барлық адам бұл жетістікке жете алмайды деп сұрап тұр адам алдыңызда отырған сіздің кандидатыңыз. Яғни жауап, бұл бизнесте жетістікке жету үшін 3 шарты бар. Біріншісі, өмірді жақсартуға деген белсенді арманыңыз болу керек. Көптеген адам өмірінің жақсарғанын қалайды, бірақ ол өзімен өзі жақсарып кеткенін қалайды, немесе басқа бір адам келіп өмірін жақсартып бергенін қалайды. Олай болуы мүмкін бе? Әрине, көбіне олай бола бермейді. Яғни екінші, жетістікке жету үшін не істеу керек? Қандай іс-қимыл жасау керек? Не жасасаңыз қандай жетістікке жете аласыздығын екендігін, яғни сіз білуіңіз керек. Үшіншісі, сол жетістікке жететін нәрселерді істеу керек. Біліп қана қою емес, яғни сол жасау керек нәрселерді істеу керек. Яғни былай айтқанда, осы 3 нәрсенің егерде біреуі жасалмайтын болса, онда ешқандай нәтиже болмайды. Ол дегеніміз біздің жетістікке жете алмайтын адамдар, олар ең жар адамдар, өзінің өмірінің жақсарғанын қалайды, бірақ еңбектенуге дайын емес адамдар. Екіншісі, білім алып үйренуді, яғни сабақтарға қатысуды керек деп есептемейтін адамдар жетістікке жете алмайды. Қазір білім алу үшін алысқа барудың қажеті жоқ, қол астыңызда
мобильді телефоныңыз арқылы, не болмаса мына компьютеріңіз арқылы, ноутбугыңыз арқылы, айпадыңыз арқылы, яғни өзіңізге керек Orange Group жобасының арқасында керек сабақты өзіңізге ыңғайлы уақытта отырып, үйіңізде отырып, күніне 1-2 сағат уақыт бөліп, вебинарлардың жазбасын қарап отыруыңызға болады. Қарап, көп нәрсе түсініп үйренуіңізге болады. Бір жақсысы. Яғни білім алғысы келмейтін адам бұл бизнесте жетістікке жете алмайды. Үшіншісі, еріншек адамдар жетістікке жете алмайды деп жауап беруіміз керек екен. 11-ші қарсы ой пікір. Неге хабарландыруларда жүйелі маркетинг ұсынбаңыз деп жазады деп айтатындар болады. Жауап. Кейбір кеңесшілер хабарландыру бойынша телефон соғып мазасын алған болар. Сондықтан кейбір адамдар солай деп жазып қорғанатын болар. Солай деп жазған адамдардың арасына сауалнама жүргізілген екен. Неге олай деп жаздыңыз? Неге сіз жүйелі маркетингке қарсысыз деп сұрағанда адамдар әртүрлі жауап берген екен. 10% адам мен сенбеймін, бұған сенбеймін деп жауап берген екен. 80% адам ешқандай қарсылығым жоқ, тек бұл бизнесте ақша бірден келмейді, ал маған ақша дәл қазір керек деп жауап берген екен. Сондықтан солай деп жаздым деп. Яғни 10% адам бұл бизнесте жұмыс жасап жүргенін, бірақ ол жерде әзірге көтерілгенше қосымша табыс көзін іздейтіндігін айтқан екен. 12-ші қарсы ой пікір. Бұл жерде адамдарға жабысып, алдап, артынан қалмай жүру керек. Ал маған олай жүрген ұнамайды, мен өйтіп жүре алмаймын дейтін адамдарға жауап. Жауап. Мен сізге айтарым, егер сіз бұл бизнесте жақсы жетістіктерге жеткіңіз келетін болса, онда адамдарға жабысып, артынан қалмай жүруге болмайды. Себебі біздің бизнестің ерекшелігі адамдарға бұл бизнесте қалай ақша табуға болатындығын дұрыс түсіндіру, дұрыс ақпарат беру, қойған сұрақтарына толықтай дұрыс жауап беру, және де адамның артынан қалмай жалынып жүруге болмайды. Себебі ол адамды тітіркендіруіңіз мүмкін. Өзіңіз ойлап көріңіз. Әлсіз адамды алдап арбап шақыруға болады, және ол да әрдайым емес. Ал мықты адамдарға тек қана факті керек. Соны есіңізден шығармауымыз керек. 13-ші қарсы ой пікір. Бұл жерде мекемелерге барып, зат сатып жүру керек. Мен олай жүре алмаймын, маған ұнамайды дейтін адамдар бар. Яғни жауап. Біздің бизнесте әртүрлі әдістер бар, және әр адам өзіне ыңғайлы әдіспен жұмыс жасайды. Соның өзінде көптеген адамдар өздерінің таныстарымен жұмыс жасайды. Біздің бизнесте өте үлкен және көп жеке тауар айналымын жасау міндетті емес. Бірақ егер де сіз өзіңіз үлкен тауар айналымын жасаймын десеңіз, ешкімнен қарсылық жоқ, әрине. Бірақ біздің бизнесте жетістікке жету үшін жеке өзіңіз 150-200 балбонус жасасаңыз жеткілікті. Ол үшін өз таныстарыңызбен жұмыс жасағанның өзі, таныстарыңызға толықтай түсіндіріп айтқанның өзі жеткілікті болып отырады. 14-ші қарсы ой пікір. Өте тез арада адамдардың бәрі өнімдерді алып, болашақта ешкім сіздің өнімдерді алмайтын болып қалады деп айтатын адамдар бар. Жауап. Олай ешқашан болмайды. Себебі біздің өнімдер күнделікті пайдаланылады, және ол таусылады, және адамға қайтадан қажет өнімдер. Екіншіден, біздің өнімдер әрқашан жаңарып отырады. 21 күн сайын жаңа каталогтер шығады. Әр каталогте әртүрлі өнімдерге 20-30-50% қосымша, каталогтерде тіпті 70-80%-ға дейін жеңілдіктер болады. Үшіншіден, күн сайын жаңа өсіп келе жатырған жасөспірім қыздар косметиканы өмірінде бірінші рет пайдаланып отырады. Немесе ер балалар өмірінде ең бірінші рет қырына бастайды. Сондықтан біздің өнімді алып ешкім алмайтын кез ешқашан болмайды. Адамға керек өнімдер. 15-ші қарсы ой пікір. Бұл өтірік. Қалыпты фирмалар жұмысқа орналасатын адамнан ешқандай ақша алмайды деуі мүмкін. Қарсы сұрақ. Сіз қандай фирмалар туралы айтып отырсыз? Деген кезде сол кезде ол адам әртүрлі дәстүрлі мекемелерді атай бастайды. Жауап. Дұрыс айтасыз. Егер сіз жұмысқа орналасатын болсаңыз, сізден ешкім ақша алмайды. Ал біз сізді жұмысқа алып отырған жоқпыз. Керісінше, өз ісіңізді басқарып, бизнес-партнер болуға шақырып отырмыз. Мысалы, сіз өзіңізге жеке дүкен ашқыңыз келді. Онда не істеу керек? Онда өз ақшаңызға бөлме немесе үй жай сатып аласыз. Өз ақшаңызға ішіне жөндеу жүргізесіз. Өз ақшаңызға керекті құрал жабдықтарыңызды сатып аласыз. Сол өз ақшаңызға дүкеніңіздің ішін толтырып, өз ақшаңызға сатылатын өнімдерді толықтай сатып аласыз. Одан соң оны сатып, өзіңіздің азап пайдасын көре бастайсыз. Ал дүкен ашу үшін бірнеше миллиондаған теңге кететінін өздеріңіз білесіздер. Ал бізде компанияда компьютеризациялау, сервистік қызмет көрсету, өнімдерді шығару, өнімдерді жеткізу, сіздің есептейтін бухгалтерияңыз бәрін компания
өз мойнына алады. Сіздің міндетіңіз тек қана іс жүзінде ұйымдастыру жұмыстары. Oriflame компаниясына толық тіркелу бағасы 770 теңге тұрады. Яғни жасы 14 жастан бастап 90 жасқа дейінгі кез келген адам Oriflame компаниясына тіркеліп жұмыс жасауына болады. 770 теңге ол 14 жастан 90 жасқа дейінгі адамдардың қолында оңайлықпен жүретін ақша деп айтуға болады. Тіпті одан да кіші адамдардың да қолында балалар да жүреді. Ал жеңілдікпен тіркелу кезінде Oriflame компаниясына тіркелу үшін 200 теңге, кейде тіпті тегінде тіркелуге болады. Ал төленіп жатқан ақшаңызға сізге компания каталогтер, пробниктер, яғни сатып алуыңызға болады қалауыңызша. Енді сіз оның бәрін компания тегін беруге міндетті деп ойламайтын боларсыз деп айтуыңызға болады, яғни жауап беруіңізге болады. 16-шы қарсы ой пікір. Маған сіздің компанияңыздың өнімдері ұнамайды. Неліктен өнімдер жөнінде ондай жағымсыз әңгімелер туындайды екен? Бірінші соны толығырақ түсініп алайық. Комментарий. Яғни ең басты деген 3 себеп бар екен. Бірінші, адам жаман өнім сатып алған. Жаман өнім дегеніміз біріншіден бұл жерде айтқым келіп отырғаны біздің компанияның өнімдерін тек қана Oriflame компаниясының кеңесшілеріне сатып алу керек. Себебі дүкендерде немесе базарларда сатып алынған өніміңізге ешкім ешқандай кепілдік бере алмайды. Себебі ол заттың пайдалану мерзімі өтіп кеткен болар. Не болмаса сақталуы дұрыс болмаған болар. Қатты ыссы жерде емес, не болмаса қатты салқын жерде сақталған болар. Не болмаса тіпті яғни ұқсатып жасалған өнім болуы да мүмкін, яғни подделка болуы да мүмкін. Сондықтан керек өніміңізді өзіңізге арналып именно тапсырыспен келетін таза, яғни свежий болып келетін өнімдерді, яғни сіз Oriflame компаниясының кеңесшілерінен сатып алуыңыз керек деп айтамыз. Екіншісі, адамға неліктен ұнамайды? Адамға немесе адамға дұрыс емес өнімді таңдап берген болуы мүмкін. Яғни кәсіби білімі жеткіліксіз кеңесшіге кездескен. Егер де сізден бір нәрсе біреу адам сұрап, сіз ол адамның сұрағына жауабыңыз болмаса, яғни не деп жауап берерін білмейтін болсаңыз, сіз ол адамға ойыңыздан шығарып бір нәрсе айта салуға болмайды. Яғни өзіңіздің ойыңыздағы нәрсені, мен осы нәрсені білмедім, мен сіздің сұрағыңызды жазып алайын, одан соң ертең демеу үшін мен ұстазымнан сұрап, сізге ертең жауабын айтамын десеңіз, ол кісі де риза болып қалады. Ертең күн телефон соғып жауабын айтқанда, әрине ол кісі де риза болады, және сіз де өзіңіздің білмеген нәрсеңізді біліп үйреніп ала аласыз. Сондықтан, яғни егер де адамның кәсіби білімі жеткіліксіз кеңесші кездескен болса, яғни соның кесірінен ол адамның алған өнімі тері түріне байланысты, немесе жасына байланысты, не болмаса басқа да бір жеке қасиеттеріне байланысты бармай қалуы мүмкін, немесе ол өнімді қалай пайдалану керектігі жөнінде тереңірек мағлұмат берілмеген. Бізде мына жерде бір қызықты оқиға болып кеткен. Біз бір кеңесшіден клиент Румянов Шариков деген бар, Oriflame компаниясының жарнайы болды, өзіңіз білетін боларсыздар. Яғни сол Румянов Шариковты сатып алғанда бір әйел адам 1-2 күннен өткеннен кейін келіп айтатын болады: мен Румянов Шариковты күнде пайдаланамын, күнде потребляю, бірақ бетінде румяна көріп тұрған, ешқандай румяна шығып жатқан ештеңесі жоқ деп айтады. Ана алған адамнан мысалы кеңесші кері сұраса, сіз қалай оны пайдаланып жүрсіз десе, мен күнде бір шаригінен алып жұтып жүрмін, бірақ ешқандай шарикпен бетіме ешқандай румяна шығып жатқан жоқ деп айтады дейді. Яғни дұрыс мағлұмат берілмей қалған, жеткіліксіз мағлұмат болып қалған. Яғни сондай күлкілі оқиға болған кездерде болған. Яғни үшінші, адам ағзасының жеке ерекшеліктеріне байланысты өнім бармай қалуы мүмкін. Ондай жағдай өте аз, бірақ аз болса да кездесуі мүмкін. Мысалға, кейбір адамдарға мед жақпауы мүмкін. Мед жесе аллергия болып кететін адамдар бар. Кейбір адамдар сүт ішсе аллергия болып кететін адамдар бар. Не болмаса кейбір адамдар апельсин, не мандарин жейтін болса, яғни аллергия, яғни денесіне жақпайды, тітіркену процесі басталып кетуі мүмкін. Яғни бірақ ол нәрселер адамға пайда келтірмейтін зиянды нәрселер деп айта аламыз ба? Әрине жоқ. Ол нәрселердің бәрі адамға пайда келтіретін нәрселер, бірақ жеке адамның өзінің қасиетіне байланысты манағыдай денесіне бармай қалады. Яғни өкінішке орай көптеген адамдар асығыс қорытынды жасағанды жақсы көреді. Жоғарыда аталған 3 себептердің қайсысы екенін анықтап алмай, бар өнім өзіне бармай, бір өнім өзіне бармай қалса, барлық өнім де маған бармайды деген қорытынды жасайды. Сондықтан осы жерден жағымсыз әңгімелер шыға бастайды. Біздің міндетіміз
Ондай жағымсыз әңгімелерді естісек, дұрыстап түсініп, талдау жасап, қай жерде қателік кеткендігін көріп, түсіндіріп көрсетуіміз керек те, ол адамды өзіміздің тұрақты сатып алушымыз қылуымыз керек. Яғни 17-ші қарсы ой пікір. Сіз мен жұмыс жасағанның арқасында, сіз менің арқамда ақша табасыз деген адамдар айтатын болады. Яғни жауап жоқ. Мен алдымен сізді үйретуім керек. Сізге өзімнің бар білімімді, күш-жігерімді, уақытымды жұмсаймын. Содан кейін сіздің ісіңіз алға басып кеткен кезде ғана компания маған ризашылығы ретінде пайыз төлейтін болады. Бірақ ол сіздің қалтаңыздан емес, компания өзінің қалтасынан төлейтін болады. Яғни 18-ші қарсы ой пікір. Бұл да сол басқа компаниялар сияқты бір немесе бірнеше компаниялардың атын айтады адам. Ұқсас компаниялар. Жауап: алдымен ол адам сол компания туралы қандай қарсы ой пікірі бар екенін біліп алуымыз керек. Одан соң сол адамның айтуы бойынша біздің компания мен ол адам айтып отырған компанияның айырмашылығын айтып түсіндіруіміз керек. Немесе бұрыс қалыптасқан көзқарасын жеу керекпіз. Яғни ол үшін басқа да компаниялардың қандай жұмыс жасайтындығын білгеніміз абзал. 19-ші қарсы ой пікір. Біздің еліміз экономика жағынан сенімсіз мемлекет. Кез келген бастаған ісіңді тұншықтырып тастайды деп айтатындар болады. Жасырын сұрақ. Қазіргі еліміздің заңы, шарттары бойынша шын мәнінде MLM бизнесімен айналысудың мағынасы бар ма деген жасырын сұрақ бар екен. Яғни жауап береміз. Мағынасы бар. Неліктен екендігін түсіндірейін. Себебі еліміз қандай болса да, бәрібір адам күніне кем дегенде 3 мезгіл тамақ жейді және киім киеді. Сондықтан сіз немен болса да бәрібір айналысасыз. Енді екеуміз бірге ақша табудың қандай жолдары бар екендігін түсініп көрейік. Бірнеше жолдары бар ақша табу. Біріншісі, ол біреуге жалданып жұмыс жасау. Ол жөнінде түсінікті болар деп ойлаймын. Мемлекеттік кәсіпорындардың еңбекақысы аз, сауда нүктелерінде қожайынға жұмыс жасасаңыз, кішкене көбірек ақша табуға болады, бірақ ол да аздау. Егер жақсы таныстарыңыз болса, жақсы табысы мол жерлерге жұмысқа орналасуға болады. Бірақ ол да тұрақты емес. Ол орында да ұзаққа бармай жоғалып кетуі мүмкін. Сіздің егер жақсы танысыңыз орнынан ауысып кететін болса, сіздің ол орныңызда жоғалып кетуі мүмкін. Яғни не болмаса елестетіп қараңыз, сіздің орныңызға күнде қаншама адам ойланып, мен сіздің орныңызда тұрсам екен деген оймен сізге қарсы болып жүретін адамдар қаншама. Екіншісі, өзіңізге жеке дәстүрлі бизнес ашуға болады. Мысалы, дүкен, контейнер, базардан орын тағы басқа деген сияқты. 90-шы жылдарда бастаған бұл бизнес жақсы табыс әкелді. Қазір конкуренция күн сайын емес, сағат сайын өсуде. Нәтижесінде жартыдан көп сауда орындары әрең отыр. Және күнде бір адам болса да кәсібін жауып кетіп жатыр. Осындай кәсіппен айналысатын адамдардың ішінде 10% ғана жақсы саудасын жүргізіп отыр екен. Келесісі франчайзинг деп аталады. Франчайзинг дегеніміз бұл арнайы белгілі брендімен белгіленген белгілі марканың лицензиясын сатып алып жұмыс жасау. Мысалы, Макдональдс, Кока-Кола және тағы басқа белгілі маркалар. Франчайзинг өте пайдалы бизнестің түрі. Тек бір ғана проблемасы бар, яғни бір ғана минусы бар. Франчайзинг лицензиясының бағасы $1 миллион дейін тұрады. Сіздің сондай ақшаңыз бар ма? Және ол 5 жыл шамасында салған ақшаңызды өтеуге жұмыс жасайсыз. Яғни салған ақшаңыздың пайдасын тек 5 жылдан соң ғана көре бастайды екенсіз. Келесі мүмкіншілік ол пайыздар. Яғни қазіргі уақытта банкілер көп. Банкілердің ішінде ақшаны банкке салып пайыздық пайда көруге болады. Жақсы банктер орта есеппен жылына 7-12% қосады екен. Яғни бұл дегеніміз жылына $20 000 жылдық пайыз көру үшін банкке сіз қозғалмастан $200 000 ақша салып қоюыңыз керек. Ондай ақша салып ақшаңыз болса, әрине өте керемет. Салып қойып пайдасын көріп отыруыңызға болады. Келесі ақша табатын мүмкіншілік ол шоу бизнес. Егер сіздің талантыңыз болса, сол талантыңызды байыпты, салмақты, профессионалды түрде дамытсаңыз, және сізді үйретіп, сүйеп көтерілуге көмектесетін демеушіңіз болса, онда сіз жоғары қамтылған адам бола аласыз. Келесі, кездейсоқтық. Қазына тауып алуға болады. Лотереядан миллион ұтып алуға болады. Немесе мұраға ие болуға болады. Сіз соған сеніп күтіп отырғыңыз келе ме?
Не болмаса келесі мүмкіншілік ол MLM бизнесі. Бұл бизнесте сізге үлкен ақша салудың қажеті жоқ. Дәстүрлі бизнеске қарағанда конкуренция аз. Себебі бұл бизнесте ешқандай шектеу жоқ. Қазір интернет көмегі көп. Бұл бизнесте экономикалық кризистер әсер етпейді. Себебі сіз еш нәрсе шығармайсыз. Екіншіден, көп ақша салып үлкен сауда жасаудың да қажеті жоқ. Себебі команда құрастырылып, әр адам өзіне керекті заттарын сатып алып отырады. Яғни кризиске қарамай, адам керек өнімдерін аздап болса да адамдарын сатып алады. Яғни барлық адам қанша жерден кризис болса да жуынады, шайнады, керек нәрсесін бәрін де алады. Косметикамен пайдаланады. Сондықтан MLM бизнесі, яғни біздің Oriflame компаниясының бизнесі жалғыз тәуекелсіз, яғни без риска ақша табуға болатын мүмкіндік. Қоршаған ортаның, яғни елдегі жағдайға емес, керісінше сіздің өзіңіздің еңбекқорлығыңыз бен жеке жұмысыңызға, іс-қимылыңызға байланысты болады. Қалай ойлайсыз? Қайсысын таңдаған тиімді деп ойлайсыз? Деген жауап беруімізге болады. 20-шы қарсы ой пікір. Басында бастау керек еді, қазір енді кеш. Барлық адамдар Oriflame кеңесшісі болып кетті деп айтатын адамдар болады. Жасырын сұрақ. Бұл бизнес уақытша, тез өтіп кететін бизнес емес пе? Тұрақты және берік бизнес пе деген жасырын сұрақ бар екен ол адамның сұрағының астында. Жауап. Біздің бизнес шынында өте сенімді, тұрақты және берік. Себебі Oriflame компаниясына биыл 50 жыл. Біздің бизнестің сенімді және тұрақты екендігін түсіндірейін. Шынында алғашқы қарағанда, егер математикалық санау ретінде қарасақ, бүкіл халықтың бәрі кеңесші болып кеткендей көрінуі мүмкін. Бірақ шындығына келгенде, яғни олай емес. Яғни адамдар қазір слайдтарым асып кетті. Кешірім өтінемін. Менің жасым үлкен. Ой, кешіріңіз. Басында бастау керек еді, қазір енді кеш дейтін адамдар болады. Яғни мысалы біздің компанияға биыл 50 жыл. Барлық адам кеңесші болып кеткендей болуы мүмкін дедім, бірақ шындығында бұл бизнес есептеудің арқасында құрылады. Менің жасым үлкен, өмірлік тәжірибем мол деп оған мән бермейтін адамдар әдетте бұл бизнесте ешқандай жетістікке жете алмайды. Жасыңыз нешеде болса да, қанша жыл өмірлік опытыңыз яғни болса да, яғни сіз бұл бизнеске келгенде жаңадан келген жаңа адамсыз. Сондықтан бар нәрсені басынан бастап түсініп үйренуге тырысу керек. Осы сияқты өмірде ағыспен бірге ағып жүре беретін, еш нәрсені өз қолына алмайтын еріншек адамдар да жетістікке жетпейді. Осының бәрінен кеңесшілер санының өсуі бірінші көргендегідей емес екендігін байқауға болады. Әрі қарай жүреміз. Жыл сайын бірнеше мыңдаған мектеп оқушылары әртүрлі оқу орындарға бірінші курсқа оқуға түседі. Сол студенттердің бәріне де ақша керек. Күн сайын біреулер кеше болған нәрсесін жоғалтқан болуы мүмкін. Мысалы, кеше адамға жұмыс керек болмаған болар, ал бүгін ол жұмыссыз отырған болар. Сондай-ақ біздің командамыздың, біздің партнеріміз болатын адамдар, олар басқа жүйелі бизнеспен, басқа компанияда жұмыс жасап көрген, бірақ жетістікке жете алмаған адамдар да болуы мүмкін. Яғни біз оларды да шақыруымызға болады. Мүмкін олар дұрыс жұмыс жасамайтын адамдарға кезігіп, қалай дұрыс жұмыс жасау керектігін түсіндіре алмаған болар. Немесе басқа да бір себептері болған болар.
Келесі 21-ші қарсы ой пікір: маған бұл бармайды, не істеу керектігін нақтылап айтыңыз, және мен сол жұмыстардан қандай пайда көремін деген сұрақ айтуы мүмкін. Яғни түсіндіреміз. Алдымен сіз таныстарыңыздың тізімін құрасыз. Тіпті таныстарыңыз қасыңызда жоқ, басқа қалада болса да, қазіргі заманда интернеттің арқасында ондай шектеу жоқ. Және әрине Orange Group жобасы бар, немесе болашақ сатып алушыларыңызға арналған онлайн каталогтер бар. Сол нәрселерді пайдаланып, сол нәрселерді жіберуіңізге болады. Ол бағанағы жазған тізіміңізді екіге бөлеміз. Болашақ сатып алушыларым және болашақ бизнес серіктестерім деп екіге бөлеміз. Сіз жаңадан келушілерге арналған Orange Group жобасының ішінен бастапқы оқытулардан өтесіз. Клиентпен жұмыс жасауды үйренесіз. Яғни клиентпен жаңа командаңызға шақырғыңыз келетін адамдармен телефон арқылы сөйлесу ұйымдастырасыз. Сіздің болашақ партнерларыңызбен сіздің тәжірибесі мол демеушіңіз сөйлеседі. Яғни сіз емес, сіз тек кездесуді ұйымдастырасыз, сөйлесуді. Сіздің міндетіңіз бірге үйрену, болашақ командаңызға шақырғыңыз келген адамдардың арасында тап осылай сіз сияқты жұмыс жасайтын сізге алғашқы тобыңыз құрылады. Сонымен қоса сіз әрі қарай жұмыс жасау керектігін түсінесіз. Бұл не істеу керек дегеніңізге жауап. Енді қандай пайда көретініңізге жөнінде. Бізде ақша адамның санына байланысты емес, сіз және сіздің тобыңыздың жасаған тауар айналымына байланысты төленеді. Сонда да есептеп $500 адам, 75 балл бонусыңыз, біздің 100 адам, қайталау 150 балл бонусыңыз. Сіз не жасасаңыз, бұл адам серіктестер 250 балл бонусыңыз. 30 адамнан сіз өзіңіз үлгі-өнеге көрсете білуіңіз керек. Яғни сіз егер де сіз өзіңіз 7,5 балл жасайтын болсаңыз, сіздің тобыңызды солай. Бұл адамдардың бәрін егер де сіз өзіңіз 250 балл бонус жасайтын болсаңыз, сіздің тобыңызда әрине сізді қайталайтын болады. Сондықтан бәрін де өзімізден бастауымыз керек. 22-ші қарсы ой пікір: бұл менің жұмысым емес, маған бармайды деп айтатын адамдар болады. Яғни комментарий бұл жерде айта кетеді. Бұл адам неліктен былай деп айтқан тереңірек біліп алуымыз керек. Негізінде бұл қарсы ой пікірдің астарында нөмірі 12-ші жоғарыда жауап берілген. Бұл жерде адамдарға жабысып, алдап, артынан қалмай жүру керек, ал мен өйтіп жүре алмаймын деген, немесе нөмірі 13-ші қарсы ой пікір: бұл жерде мекемелерге барып, зат сатып жүру керек деген қарсы ой пікірлерге жауап беруіміз керек. Келесі 23-ші қарсы ой пікір: сіздерді ол жерде зомбировать етеді, сіз сектадасыздар деген адамдар болады. Ол жауап: осы тақырыпты қозғағаныңыз жақсы болды. Зомбировать етеді дегеніміз, ол сіздің қалтаңыздағы ақшаңызды шығарады, орнына еш нәрсе ұсынбайды. Зомбирование мен бизнес-план дегеніміз олар әртүрлі нәрселер. Сондықтан шатастырмаңыз деп жауап беруге болады. Менің бүгінгі айтылған сөздерімнің бәрі осы кітаптан алынып қазақ тіліне аударылған. Как пройти путь от возражения к согласию деген кітаптан алынған. Сондықтан сізге берілетін үйге тапсырма. Бухтияровтың Как пройти путь от возражения к согласию атты кітабын тауып, түгелдей оқып шығыңыз. Қорытынды: егер сізге қарсы ой пікір айтылып жатылса, яғни ол адам сізді естіді, сіздің ойыңызды ол адам естіді. Қарсы ой пікірге дұрыс жауап беру ол біздің жұмысымыздың бір бөлігі. Қарсы ой пікір жоқ деген сөз емес, ол тек қосымша ақпарат алу үшін айтылады. Адамның сізге айтқан қарсы ой пікірінен қорықпаңыз, тек қана дұрыс жауап беруді үйреніп алыңыз. Бүгін енді менің айтып отырған тақырыбымнан сіз өзіңізге пайдалы, қандай да болсын, кішкентай да болсын, бір өзіңізге пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, мен өте қуаныштымын.
яғни енді бәрімізге де зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сізге бізбен бірге болып Orange Group жобасымен бірге жетістікке жетуіңізге тілектеспін. Сізге мықты денсаулық, көтеріңкі көңіл күй, істеріңізге сәттілік және мол табыс тілеймін. Сау болыңыз.